Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл ортақ подкасты. Шілде айынан бастап жаңа конституциямыз күшіне енді. Енді өзгерістер көп. Парламенттің орнына құрылтай, интернеттегі ережелер өзгерді. Және де бізде адам құқықтары күшейді. Бүгін осы заңдардың қалай жұмыс істейтінін білу үшін студиямызға прокурор Дана Нұрланқызын шақырды. Қош келдіңіз, Дана. Қош көрдік. Осы құрметті Дана Нұрланқызы, жаңа конституция шілде айында енді. Сіздің қызметіңізде қандай өзгерістер болады, әлде басталды? Жалпы конституция енді мемлекеттің басты құқықтық құжаты болып табылады. Ол тек мемлекеттік құқық қорғау органдарының жұмысын ғана емес, жалпы қарапайым азаматтардың да күнделікті өміріне әсер ететін ережелердің жиынтығы деп айтсақ болады. Бұрынғы конституция тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу кезінде қабылданып, оны тұрақты және құқықтық саяси мемлекет ретінде қалыптастыруға бағытталды, және оның бірінші бабында Қазақстан өзін демократиялық, құқықтық, зайырлы және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырды. Ең басты қазынасы адам және адам өмірі, оның құқықтары және бостандықтары деп бекітілген. Прокуратура органдар үшін ол қағидат күнделікті қызметте көрінеді, сақталады. Біз тек белгілі бір құқық бұзушылықтардың алдын алып қана қоймай, сонымен қатар азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталамыз. Және осы жаңа қабылданған конституцияда да бұл міндеттер өзгермейді біз үшін. Бұл қағидаттар сол бойы сақталады. Сол бойы азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаймыз, әділеттілікті қорғаймыз. Жалпы халықтың азаматтардың құқықтарын қорғап қана қоймай, халықтың мемлекетке деген сенімін артуға біз бағытталамыз. Ал осы жаңа конституцияның бұрынғы ата заңымыздан ерекшеліктерін, қайсыларын сіз атап шыға аласыз? Ең бірінші енді бұл азаматтардың құқықтары мен бостандықтары, кепілдіктері күшейтілді, адам құқықтарын қорғау тетіктері күшейтілді, цифрлық құқықтар мен жеке деректерін қорғау бұл конституциялық кепілдікке ие болды. Яғни мысалға алатын болсақ, бұл азаматтардың өздерінің келісімінсіз олардың жеке мәліметтерін белгілі бір жерлерде пайдаланбауға тиіс деген сөз. Одан кейін дербес конституциялық қағидаттар ретінде кінәсіздік презумпциясы. Бұл жұбайына, өзіне, зайыбына, сондай-ақ заңда көрсетілген өзге де тұлғаларға қарсы айғақ бермеу. Және сондай-ақ сол үшін, бұл құқық бұзушылықтар үшін жауапқа тартуға жол бермеу туралы нормалар. Сондай-ақ бұдан бөлек конституциялық деңгейде Миранда ережесін енгізу ерекше маңызға ие болды. Яғни бұл деген адамды ұстаған сәттен бастап, қамауға алған сәттен бастап, оның бостандығының шектелуінің себебін білу, өзінің құқықтарын білу, сондай-ақ қорғау құқығын тетігін және қорғау тетігін уақытылы пайдалануды күшейтуге бағытталады. Сондай-ақ заң мен тәртіп қағидаты конституциялық деңгейде бекітілді. Бұл лауазымды тұлғалардың және қарапайым азаматтардың да заң алдында тепе-теңдігін білдіреді. Бұдан бөлек бізде өзіңіз айтып өткендей, екі палаталы парламенттің орнына бір палаталы құрылтай құрылды. Бұл деген заң шығару процесін жаңарту деген сөз. Және мемлекетімізде жаңа лауазым енгізілді, бұл вице-президент. Бұны айта кетсек, президентіміз мысалға белгілі бір уақытқа қызметін атқара алмаған жағдайда оның өкілеттігін вице-президент ары қарай атқарады деген сөз. Қазақстан халық кеңесі құрылды. Елдегі маңызды реформалар бойынша қоғам пікірін білдіретін ұлттық консультативтік орган қызмет атқаратын болады енді. Және қолайлы қоршаған ортаға құқықтық бекітілді. Бұдан бөлек және президенттің, өкіметтің және өзге де мемлекеттік органдардың өкілеттіктері қайта бөлінді. Бұл дегеніміз мемлекеттік шешімдер қабылдаған кезде органдардың өкілеттіктерінің тепе-теңдігі күшейтілді деген сөз.
Сондай-ақ нақтырақ айтатын болсақ, тағы да жергілікті өзін өзі басқару мен азаматтардың мемлекеттік басқаруға қатысу мүмкіндігі кеңейтілді. Бұл тұрғындар жергілікті мәселелер бойынша белсендірек қатыса алады деген сөз, және жергілікті атқарушы органдардың бұл жерде жауапкершілігі күшейтілді деген сөз халық алдында. Тағы да бір сұрағым болған. Осы конституциядан кейін осы бізде тағы да қандай заңды өзгертуге, әлде жаңартуға тура келеді сіздің ойыңызша? Сұрағыңыз орынды, Емел мырза. Бұл жерде енді конституция жалпы барлық заңдардың қайнар көзі болғандықтан кез келген заң конституцияға сәйкестендірілуі тиіс. Яғни конституцияда азаматтардың құқықтарына кепілдік берсе, орны іске асыратын нақты механизмдер болу керек. Айта кету керек, күні кеше 1 шілде күні президентімізбен қылмыстық кодекс, қылмыстық процестік кодекс және әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне өзгертулер мен толықтыруларға енгізу туралы заңға қол қойылды. Яғни бұл процесс басталды деген сөз. Кез келген заң конституцияға сәйкестендірілуге тиіс. Ол жаңағы мемлекеттік органдардың заңдары, адамның құқықтарын қорғау нормалары, одан бөлек жаңағы сот пен құқық қорғау жүйесіндегі заңнамалар да болуы мүмкін. Рас. Өте көп жаңа заңдар шықты. Сіз айтқандай, Миранда, ол біз оны тек киноларда көргенбіз бұрында, енді осы біздің Қазақстанымызға да келді. Ал енді осы жаңалықтардың барлығын қорытындылап келсек, сіз қандай сөздерді осы біздің көрермендерге айтып шыға аласыз? Енді ара жігін ажырату керек. Бұл жерде екі конституцияның айырмашылығын айта кетсек. Бірінші конституция, бұған дейін айтқанымыздай, тәуелсіз мемлекетімізді қалыптастыруға бағытталған еді. Екінші конституция сол негізде мемлекетті дамытудың жаңа кезеңіне бағытталған құқықтық негіз. Конституцияның басты мақсаты екеуінде де халыққа қызмет ететін, әділетті, жауапты мемлекет құру. Ал заң және тәртіп қоғамның тұрақтылығының басты кепілі болса, конституция осы қағидалардың негізгі тірегі болып табылады. Көп рахмет. Ал енді осы кішкене құттықтап жүрсек, біздің конституциямыздың күшіне енуіне сөз сізге. Жақсы, рахмет. Жаңа қабылданған ата заңымыз құтты болсын, Қазақстанымыздың тәуелсіздігі тұғырлы, егемендігі мәңгі болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бейбітшілікте, тұрақтылықта өмір сүрейік. Көк байрағымыз асқақ желбіреп, Қазақстанымыз әлем алдында абыройлы мемлекет болып, мерей үстем болсын. Көп рахмет сізге. Сөзіңізге қосылам. Сау саламат болыңыздар. Сау болыңыздар.